бос сөз айтатындары алдап шығарып салады. Қалай мен семейге шығам, солай басталады. То үстімізден арыз жазады, то қудалау бастайды. Сондай жағдай. Бүгінгі күнге дейін Тоңғайдың өзіне бірнеше рет хат жолдағам. Хатымызға жауап тұрмақ, ешқандай отписка да жоқ. Әкімшілікке баратын міндетісін шығады. Компенсация беріп қойсаған. Қандай компенсация? Кішкентай сәбидің өмірі кетіп жатыр. Компенсация үй болса ала ғой. Так, ол үймен ештеңе істей алмаймыз. Любой уақытта тасып алатын жағдайлар бар. Осы күнге дейін жол пәтер туралы талай ұрыста келісте болған. Ұнамаса отказ беріп, сенің орнына басқа біреуге квартираны бере саламыз деген де сөздер болған. Сол компанияның юристімен ол жайлы соттасқанбыз да, бірақ бүгінгі күнге дейін толық сол жақты жақтайды. Максимально біз үнімізді өшірудің амалын жасайды. Менің семьям, бала-шағам шаршады. Әділсіздіктен. Тоқаев мырзамыз Алматыға келген 11 январда 2 майға бар. Қанша оқытастан кейін. Военларға, полицияларға кірді, көңіл айтып. Бірақ сол кезде, мен келескен оқысымен айқайлас құрды. Кішкентай 4 жасар қыз қайтыс болды. 15 жасар қыз реанимацияда жатыр. Сол кішкентай сәбилердің қалай деп сұрауға шамам жетпеді ма деп. Уайымдаман. Бәрі мен өзім қолым алам, контрольда жасаймын, жауапкершілікке барлығы тартылады деді. Бірақ айтқан сөзім бәрі жалған болып шықты. Жаңа Қазақстан құрдым деді. Құрбатырмыз деді. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Оған көзіміз жетті. Үлкен қыздың денсаулығы мәз емес. 7 оқ денесінен тию деген оңай емес. Жатқан біреумізге ондай тиген жоқ. Ол қыздың қандай жағдайда болғанын біз только примерно не қыламыз, бірақ өзіміз өткен жоқпыз. Қыз іштен сұрайды. Денсаулық күннен күнге нашарлайды. Ол көмек жасатқан ешкім жоқ. Басында жүгірді, ойбай бәрін қатырамыз деді. Қатырған ештеңе жоқ. Народың Қазақстаны деген бар. Жамишев. Қателеспесем, соның бастығы Жамишев. Қайда болсам онда бар, мен ол семьяға басқа көмек бермеймін деп. Қыздың денсаулығы бойынша көмек сұрағам. Олжас Құдайберген деген соның попечителі бар. Ол кісі қалай мен бастайын бір жаққа шығам, солай маған сондай аға ойындамаңыз, менің қазір сөйлесіп жатырмыз деп, уақыт созудың амалын жасады. Соның айтқанына сеніп келдім. Маған ештеңе керек жоқ. Жауапкершілікке тартылатын адам, басқан адамдар жауапкершілікке тартсын, бұйрық берген адам жауапкершілікке тартылсын заңда. Бала-шағамның қазір момент қызым Жанел 14 жаста. Сол қызымның денсаулығына көмек беріңдер. Болды, басқа ештеңе талап етпеймін. Жоқ. Істе шеке қалды. Атқан адам, 5 адам куәгер ретінде жүріп отыр. Қайдан сырттан басқа біреуді, жаңа старший лейтенант аты-жөнін есімде жоқ, соны крайне қылып шығарды. Оған келіспейміз. Адвокаттың жаңа айтып отқан нәрсесіне толығымен келісемін. Также поддерживаю во всех отношениях. Менің енді международное расследование дейді ғой, халықаралық тергеу. Сол жаққа да бірнеше рет жазып отырмын, бірақ менің хатым жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, оны да білмеймін. Осы возможностьты пайдаланып, ол кісілерден де көмек сұраймын. Халықаралық тергеу жүрмесе, Қазақстанда шындық жоқ. Шындық іздеймін деген адам бір күні байқаусызда біреу басып кетеді, болмаса байқаусыздан орманнан табылады өлген денесін. Ол Қазақстанның
nesinde бар нәрсе. Ол практикасында бар. Одан талай көзіміз ашып құлағымыз керек емес. Сосын бүкіл независимый журналист Барықтерінен сұраймын, Максиманы осы біздің пресс-конференцияны таратып, халықаралық тергеудің оңға құлақтарына жетсе екен деп. Барықтарыңыздан көмек сұрайтын журналистер, Азаттық, Орда, басқалар да көп қой. Белсенділер, Барықтарыңыздан көмек сұраймын. Бекен болыңыз. Ешқандай жасап қылған ешқандай қатысы жоқ, биліктің